Видео басталмастан бұрын сіздерге өзімнің жерұйық атты телеграм каналымды ұсынамын. Бұл каналда әртүрлі жаңалықтар, сервер туралы және тағы да басқа туралы жаңалықтар шығып отырады. Ал сілтемесі описаниеде. Так. Хей, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Зелик, және бүгінгі видеода біздер Майнкрафттан бір блок бастайтын боламыз. Достар, бұл рубриканы мен көптен күттім, яғни осыны бастағым келді, бірақ сәті болмай келді. Енді бүгінгі видеодан бастап бір блок бастайтын боламыз. Ал біз кеттік, видеоны бастаймыз деп қоясың ғой, короче. Ал сіздер осы арнақ тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Біз кеттік, бастайық. Алдын ала заранее айтып қойын достар, FPS туралы мән бермеңіздер. Менде FPS қатып жатыр. Бәле болған FPS клин. Біз блокты қаза берейік онда. Так, достар, сіздерге заранее айтып қойын. Видеода өте қызықты моменттер көп емес. Тек көбіне мен видеоны 2x-пен немесе ортасынан алып сөйтіп отыратын боламын. Себебі сіздерге просто так ойната берсем скучно болуы мүмкін. Сол себептен мен тек 2x-пен немесе қиып алып тастап отыратын боламын. Алдын ала түсінгендеріңізге рахмет. Ал сол видеоны жалғастыра берейік. Сразу видеоінші ме? В общем, келесі бөлімге дейін бір блок түсіретін боламыз енді. Ағаш шығамазды. Күтіңдер, мен аяқта чаң таза ептенші. Көтелі көрет жер. Так, достар, сіздерге алдын ала бірдеңе айтқым келіп тұр. Көбіне мен видеоны өз даусыммен немесе жазып отырамын, немесе видео түсірген уақыттағы даусымды қойып отырамын арасында. Себебі кейбір жерлерде менің даусым мүлдем шықпай қалған. Ал қарапайым жерлерде нормально шығып тұр. Если не қалыпты шықпай тұрса, онда айып етпеңіздер, себебі мен ол видеоны түнде түсірген болатынмын. Сол үшін түсінушілікпен қарасаңыздар деймін. Достар, FPS дейтін вообще нерв шығарып тұр ғой. Неғып именно запис кезінде түсет болды бір. Ренжімеңдер достар, сразу өтейін. FPS нерв шығартуда сол. А то маған вообще қажет демен. План FPS өлтірейінші, мен өлтірейінші, айтыңшы. Өлтір деп айтыңшы, өтініш. Ама? Осы. Мен бетенші. Төрт деп кетем да. Болса белгі ретінде қойып қойдым. Келесі кезекте бізде осыны бет қаза берек. Ең дұрыс талды ма десем қайттан бастайтын бірдеңе болды ғой. Так. В общем, бәрін істей берейік. Бүгінгі видеода қалай да болсын үй жасайық. Сол.
Первый блокты аламыз. Shift басамыз и ады. Так, менің блогымда қазір неше блог бар? Сұрақ деген десін. Әлі блоктар бар. Так, салымсы берейік. Что, достар, мен комппен алғаш рет ойнап отырмын. Если что, мен новичок, бірдеңе қалмаңыздар. Бұлай телефонмен ойнасам болады. Оған Так, достар, сіздерге қысқаша осы жерді айта кетсем, мен көбіне видеода тек блок қаздым, жерді үлкейттім, текстедім, сондай әйтеуір тек блок жер текстеумен болды, или созумен деп айтсам да болады, қалай айтсам білмеймін, әйтеуір. В общем, өздеріңіз көріп отқандай тек жерді текстеумен и созумен сондаймен болды, сосын қазуда болды. Қазір сіздерге бір қызықты сәтті көрсетемін, видеоны толық үзбей қараңыздар. Ол қай кез екенін айта алмаймын. Ал сіздер кішкене күте тұрыңыздар, қызықты сәт келгені үшін. Достар, көп сөйлемей қалып жатсам ренжімеңіздер. Пөстіміне шошып кеттім. Че мынау не сатады? 16 36-ға рудное железо. Уа, все, қазір сен, бро, сен сеп самау керек қойшым. Блоктар керек кәдімгі. Болса шыға алмайды. Просто сен қарап отырамыз енді. Тағы қандай бұның товарлар бар? 36 қалай ма? Достар, сіздерге айтқан қызықты ең күлкілі сәтім осы жерде. Видеоны үзбей толық қараңыздар. Қазір бір қызықты сәт көресіздер. Онда мен бітейін, достар. Ебай. Вот, сіздерге айтқан ең қызықты жерім осы. Мен тупо жай ғана жүрем деп байқамай кітрилмен пробелді басып қойдым, және просто так безнаға секіріп кетті. Енді достар, қателігімді кешіріп қойыңдар. Себебі мен клавиатурамен бірінші рет ойнап отқан кезім, және алғашында түсінбей жатқан кезім. Мен көбіне
қателессем пробелді көбіне қолымнан алмай ұстайды екен, сол қателігім бар екен. Енді оны алдағы уақытта жөндеуге тырысамын. Ал видеоны сіздер көре беріңіздер. Инвентарда стак блок бар да, стак до того. Үй салайық онда бүгінгі бөлімде. Сосын бүгінгі бөлімде үй салсақ зорға дейін тұр ғой. Так, бұл 4-5-те бір коробка салсам да жеткілікті ғой. Болды, сөйін жерге бетсем. Жындықсып бір білә. Құлап кеттім, пустата құрдан құра. Короче, бүгінгі видеода мен мұнда бір іштен қандай достиженияны жетпей бітіреміз бүгін. Так, достар, мен осылай тек таңға дейін тек қана қазумен ғана отырдым. Сосын болды, ештеңе істеген жоқпын. Былай тек арасында сөйлегенім бар. Сосын тағы да басқа заттар жасадым. Так что көптеген қызықты моменттер болмайды деп айта алсам болады. Тек қана қызық жерлерін қиып қана беремін. Особо қатты жерлерін қиып тастаймын. Ионо Патри Протопия. Патри Протопия. Эй? Жеті қалды ма не анау? О, манға. Сатылатын заттар көп еді ғой одан. Ай. Мынаншы. Shift басайық. Бетеміз, короче. Все, давай.
Ал короче онда достар, мен осы жерден видеоны тәмамдайық. Келесі видеоны осы жерден жалғасатын боламыз. Ол кезде келесі бөлімде ұзақ түсіруге тырысамын. Қазір менде просто түсінсеңіздер болады, сағат 1:53 дегендей түсінуге болады деген ойдамын. Сол үшін бұйырса ертең немесе арғы күндер жалғастырамын, бірақ монтаждап салу бар әлі бәрібір. В общем, давайте, Джеки Чандар.